Қайырлы күн оқушылар, 9 құмалақтан қанша жүріс есебі бойынша бірінші сабағымызды бастаймыз. Егер видео сабағым ұнаса, лайк басып, каналға жазыламыз. Кестеде жасыл түспен берілген сандар отау саны. Отау саны 1-ден 9-ға дейінгі сандар. Көк түспен берілген сандар құмалақ саны. Бұл есепті 1x және 2x формуласымен шығарамыз. Мұндағы 1, 2 құмалақ саны, x құмалақ жинайтын отау санынан құмалақ тұрған отау санын алу. Бірінші есепте құмалақ жинайтын отау саны 9-дан құмалақ тұрған отау саны 1-ді азайтамыз. 8 шығады. 8-ді құмалақ саны 1-ге көбейтеміз. 8 шығады. Яғни бірінші отауда 1 құмалақ болса 8 жүріс болады. Екінші есепте 4-ші отауда 2 құмалақ болса 9-дан 4-ті азайтамыз. 5 шығады. 5-ті 2-ге көбейтеміз. 10 шығады. Яғни 4-ші отауда 2 құмалақ болса 10 жүріс болады. Үшінші есепте 6-ші отауда 2 құмалақ болса 9-дан 6-ны азайтамыз. 3 болады. 3-ті 2-ге көбейтсек 6 шығады. 4-ші есепте 7-ші отауда 1 құмалақ болса 9-дан 7-ні азайтамыз. 2 шығады. 2-ні 1-ге көбейтеміз. 2, яғни 7-ші отауда 1 құмалақ болса 2 жүріс болады. Ал енді үй тапсырмасы. Мұнда 2-ші отауда 2 құмалақ, 3-ші отауда 1 құмалақ, 5-ші отауда 2 құмалақ, 8-ші отауда 1 құмалақ. 1x және 2x формуласымен осы есептерді шығарып көріңіздер.